Бұл видео өмірінде кем дегенде бір рет өте жеке, кейде айтуға ыңғайсыз тақырып туралы ойланған, егде жастағы ер адамдарға арналған. Сіз өзімізден бір кездері бұлай деп сұрадыңыз ба? 60 жастан кейін, немесе одан да үлкен жаста, мастурбация денсаулыққа шынымен пайдалы ма? Немесе кейде тыныштықта отырып, мынадай ой мазалай ма? Мен өзіме байқамай зиян келтіріп жүрген жоқпын ба? Егер мұндай ойлар сіздің басыңыздан өткен болса, бір нәрсені біліп қойыңыз. Сіз жалғыз емессіз. Шын мәнінде бұл жасы ұлғайған көптеген ер адамдарды алаңдататын, бірақ сирек айтылатын сұрақтардың бірі. Ұзақ уақыт бойы мастурбация тақырыбы түрлі мифтермен, ескі түсініктермен және нақты ақпараттың жетіспеуімен қош алып келді. Сондықтан бүгін біз бұл туралы ашық сөйлесеміз. Фактілерге мұқият қарасақ, неге бұл тақырыпта сонша күмән бар екенін түсіну қиын емес. Зерттеулер көрсеткендей, 60 жастан асқан ер адамдардың көпшілігі мастурбацияны жалғастыра береді. Алайда олардың көбі бұл әрекет гормондарға, простатаға, немесе серіктесімен қарым-қатынасына қалай әсер ететінін нақты білмейді. Бұл маңызды денсаулық мәселесіне көзді жұмып қараумен бірдей. Бірақ бүгін біз осы жағдайды өзгертеміз. Айтпақшы, менің 60 жастан кейінгі денсаулыққа арналған тағы бір арнам бар. Онда пайдалы ақпаратты әлдеқайда көбірек бөлісемін. Қаласаңыз, соғанда жазылып қойыңыз. Ал қазір біз шынайы әңгіме жүргіземіз. Нақты деректер мен ғылыми зерттеулерге негізделген әңгіме. Мен сіз естігіңіз келетін сөздерді ғана айтпаймын. Ғылым не дейді, соны айтамын. Бүгін біз жасы ұлғайған кезде мастурбацияның 10 күтпеген пайдасын қарастырамыз. Ал одан кейін дәл сондай маңызды тақырыпқа көшеміз. Көп адам біле бермейтін ықтимал қауіптері туралы сөйлесеміз. Өйткені денсаулыққа пайдалы нәрсе кек дұрыс түсінген кезде ғана пайдалы болады. Егер сіз бұл видеоны соңына дейін көрсеңіз, алдағы жылдары өз денсаулығыңызға көмектесетін маңызды мәліметтер аласыз. Ал бастамас бұрын пікірге бір нәрсе жазыңыз. Қай елден немесе қай қаладан қарап отырсыз? Маған көрермендерінің кім екенін білу өте қызық. Ендеше бастайық. Алдымен көп адам біле бермейтін, бірақ өте маңызды артықшылықтардан бастаймыз. Жақсы жаңалықтар шынымен де көп. Бірінші пайда. Бұл ер адамның жыныс мүшесінің денсаулығын сақтауға көмектеседі. Мынаны елестетіңіз. Эрекция белгілі бір мағынада жаттығу сияқты. Эрекция кезінде қан жыныс мүшесіндегі арнайы жұмсақ тіндерге белсенді түрде барады. Бұл тіндер кавернозды денелер деп аталады. Тұрақты стимуляция осы тіндердің икемді әрі сау болып қалуына көмектеседі. Ал бұл жас ұлғайған сайын эрекцияны сақтаудың маңызды факторы. Яғни, мәселе тек ләззатта емес. Бұл ағзаның маңызды бөлігін жұмыс күйінде ұстап тұру. Уақыт өте келе кейбір ер адамдар қан айналымының әлсіреуін немесе сезімталдықтың төмендеуін байқайды. Ал тұрақты белсенділік бұның алдын алуға көмектеседі. Мысалы, менің 65 жастағы пациентім Анатолий бір қызық нәрсе байқағанын айтты. Ол өзінің осы жағына көбірек көңіл бөле бастағаннан кейін қан айналымының жақсарғанын сезген. Оның айтуынша, бұл оған бұрынғы сенімділігін қайта берген. Екінші пайда. Простата денсаулығына көмектесуі мүмкін. Бұл көп адамды таңғалдыратын ақпарат. Көптеген ірі зерттеулер, соның ішінде Гарвард университетінің белгілі зерттеуі қызықты нәтижелер көрсетті. Зерттеуге сәйкес, эякуляция жиілігі жоғары ер адамдарда простата қатерлі ісігінің қаупі төмен болуы мүмкін. Бұл расында ғылыми зерттеулерде байқалған байланыс. Ғалымдардың пікірінше, тұрақты эякуляция простата өзектерінде жиналуы мүмкін, сұйықтықтар мен заттардың сыртқа шығуына көмектеседі. Мұны құбырларды уақыт сайын тазалап тұрумен салыстыруға болады. Бұл ағзаның табиғи қызметін қолдайды. Көптеген ер адамдар бұл туралы алғаш естігенде таң қалады. Мысалы, мен кеңес берген 70 жастағы Михаил бұрын бұл тек ләззат үшін жасалатын нәрсе деп ойлаған. Ал оның денсаулыққа да ықпалы бар екенін білгенде қатты таң қалған. Енді келесі маңызды артықшылықтарға көшейік. Көп ер адамдар бұларды бұрын естімеген болуы мүмкін. Үшінші пайда. Жамбас бұлшықеттерін күшейтеді. Көп адам бұл туралы ойланбайды, бірақ оргазм кезінде денеде белгілі бір бұлшықеттер жиырылады. Солардың ішінде жамбас түбі бұлшықеттері де бар. Бұл бұлшықеттер өте маңызды. Неге? Өйткені олар эрекцияны ұстап тұруға, эякуляцияны бақылауға, зәрді бақылауға тікелей қатысады. Жас ұлғайған сайын кейбір ер адамдар зәр тамшылау немесе толық бақылаудың әлсіреуін байқай бастайды. Бұл өте кең таралған мәселе. Ал жамбас бұлшықеттерінің белсенді жұмысы
осының алдын алуға көмектеседі. Мұны дененің ішкі тірек жүйесі деп елестетуге болады. Оны жаттықтырсаңыз, ол мықты болады. Менің 68 жастағы пациентім Самат дәл осындай қиындыққа тап болған. Ол жамбас бұлшықеттеріне арналған жаттығулар жасап, сонымен қатар тұрақты сексуалдық белсенділік сақтаған. Бірнеше айдан кейін ол жағдайының айтарлықтай жақсарғанын айтты. Төртінші пайда. Стресс гормонын төмендетеді. Қазіргі заманда стресс тек жұмыс істейтін адамдарға ғана емес. Зейнетке шыққаннан кейін де адам әртүрлі уайымдарға тап болады. Денсаулық, жалғыздық, қаржы, отбасы. Ал қызығы, оргазм ағзадағы кортизол деңгейін төмендетеді. Кортизол негізгі стресс гормоны. Ол жоғары болған кезде қан қысымы көтеріледі, мазасыздық артады, ұйқы бұзылады. Ал оның төмендеуі денеге тыныштық береді. Яғни бұл табиғи түрде босаңсу тәсілі. Кейбір адамдар үшін бұл шын мәнінде психологиялық қолдау. Мысалы, 60 жасында жүрек талмасын бастан өткерген Николай есімді адам бар. Ол дәрігерінің кеңесімен стресс деңгейін бақылауды үйренген. Соның ішінде денені босаңсытатын табиғи тәсілдерді де қолданады. Оның айтуынша, бұл қан қысымын тұрақты ұстауға көмектеседі. Бесінші пайда. Көңіл күйді жақсартады. Оргазмнан кейін кейбір адамдар ерекше тыныштық сезінетінін байқаған шығар. Бұл жай ғана сезім емес. Бұл мида бөлінетін химиялық заттардың әсері. Соның ішінде допамин, қуаныш пен мотивация гормоны, окситоцин, жақындық және байланыс гормоны. Бұл комбинация адамға тыныштық, эмоционалдық жеңілдік, жақсы көңіл күй сыйлайды. Жасы ұлғайған сайын психологиялық жағдайда маңызды болады. Әсіресе жалғыз қалған адамдар үшін. Жақында мен 75 жастағы Даниярмен сөйлестім. Жұбайы қайтыс болғаннан кейін ол өзін ұзақ уақыт жалғыз сезінген. Ол бір нәрсені байқағанын айтты. Мұндай табиғи белсенділік оның көңіл күйін жақсартып, уайымды азайтқан. Кей күндері бұл оған әлдеқайда тыныш өмір сүруге көмектеседі. Келесі бөлімде біз ең қызық бөліктердің біріне көшеміз. Денсаулықтағы проблемаларды ерте анықтау, ұйқыны жақсарту, либидоны сақтау. Ең маңызды фактілер дәл алда. Ал енді келесі, көп адам мән бермейтін, бірақ өте маңызды артықшылықтарға тоқталайық. Алтыншы пайда. Денсаулықтағы өзгерістерді ерте байқауға көмектеседі. Бұл тармақ жиі айтылмайды, бірақ өте маңызды. Ер адам өз денесін қаншалықты жақсы білсе, өзгерістерді соншалықты тез байқайды. Тұрақты түрде өз ағзаңызға назар аудару белгілі бір мағынада жеке тексеріс сияқты. Мысалы, ер адамдар кейде мастурбация кезінде мынадай өзгерістерді байқай алады. Аталық бездегі кішкентай түйін ауырсыну, әдеттен тыс қаттылық, керідегі өзгеріс. Осындай белгілер кейде аталық без ісігінің пеністегі фиброздың немесе басқа мәселелердің алғашқы белгісі болуы мүмкін. Ерте байқалған мәселе көбінесе оңай емделеді. Менің 69 жастағы бір клиентім Дмитрий дәл осындай жағдайды бастан өткерген. Ол бір күні кішкентай қатайған жерді байқап қалған. Бірден дәрігерге барған. Нәтижесінде мәселе ерте анықталып, ем сәтті өткен. Егер ол бұны байқамағанда, жағдай әлдеқайда күрделі болуы мүмкін еді. Жетінші пайда. Ұйқыны жақсартуы мүмкін. Жас ұлғайған сайын көптеген адамдар ұйқы мәселесіне тап болады. Түнде жиі ояну, ұзақ уақыт ұйықтай алмау, таңертең шашаңқы тұру. Бірақ оргазмнан кейін ағза бірнеше маңызды гормон бөледі. Соның ішінде окситоцин, пролактин. Бұл гормондар денеге тыныштық береді. Сонымен қатар біз бұрын айтқан кортизол деңгейі де төмендейді. Осының бәрі бірге табиғи ұйқышылдық тудырады. Дене толық босаңсиды. Нәтижесінде адам тезірек ұйықтап, тереңірек демалады. 78 жастағы Қанат есімді пациентім көп жыл бойы ұйқысыздықтан зардап шеккен. Ол түрлі тәсілдерді қолданып көрген. Кейін кешкі уақытта денені тыныштандыруға көмектесетін табиғи әдет қалыптастырған. Бірнеше аптадан кейін ол маған бір нәрсе айтты. Мен көп жылдан кейін алғаш рет шынымен демалып ұйықтай бастадым. 8-ші пайда. Эякуляцияны бақылауды үйренуге көмектеседі. Кейбір ер адамдар үшін бұл өте нәзік тақырып, бірақ ол өте кең таралған. Мәселе ерте эякуляция. Бұл кейде сенімділікті төмендетеді және қарым-қатынасқа әсер етуі мүмкін. Ал мастурбация қауіпсіз ортада өз денеңді түсінуге мүмкіндік береді. Мысалы, көптеген мамандар старт-стоп әдісін ұсынады. Бұл әдісте адам тоқтайды, тыныс алады, қайта жалғастырады. Осылайша дененің сигналдарын жақсы түсіне бастайды.
Уақыт өте келе бақылау күшейеді. Ал бұл тәжірибе кейін серіктеспен қарым-қатынаста да көмектесуі мүмкін. Менің 64 жастағы клиентім Боранбай осы әдісті қолданған. Бірнеше айдан кейін ол өзін әлдеқайда сенімді сезіне бастағанын айтты. Кейде мәселе физикалық емес, тек түсінбеуде болады. Келесі бөлімде ең қызық және күтпеген пайда туралы айтамыз. Көп ер адамдар дәл осыны естігенде көзқарасын өзгертеді. Енді соңғы және мүмкін ең терең артықшылыққа көшейік. 9-шы пайда. Либидоны және мидың қалау орталықтарын белсенді ұстайды. Көп адам бір нәрсені ұмытып кетеді. Ер адамның негізгі сексуалдық органы тек дене емес. Ең бастысы ми, қалау, қызығушылық, фантазия. Бәрі алдымен мида пайда болады. Егер бұл жүйе ұзақ уақыт пайдаланылмаса, ол баяулай бастайды. Бұл дәл бұлшықет сияқты. Жаттығу болмаса, әлсірейді. Ал тұрақты сексуалдық белсенділік мидағы белгілі нейрондық байланыстарды белсенді ұстайды. Соның арқасында либидо сақталады. Қозу реакциясы жылдам болады. Дене жауап беруді жалғастырады. Бұл әсіресе жалғыз тұратын ер адамдар үшін маңызды. Кейбір адамдар жасым өтті деп ойлап, өздерін шектей бастайды. Бірақ ағза көбінесе қолданылған нәрсені сақтайды. 78 жастағы Қайрат есімді адаммен сөйлескенінде, ол жалғыз тұратынын айтты. Бірақ ол бір нәрсені түсінген. Егер адам өз ағзасымен байланысын жоғалтпаса, өмір сапасы әлдеқайда жақсы болады. Бұл оған өзін белсенді және толыққанды сезінуге көмектеседі. Ең маңызды қорытынды. Қандай тақырып болмасын, ең бастысы денсаулыққа жауапкершілікпен қарау. Ешқандай әдет, дұрыс тамақтануды, физикалық белсенділікті, медициналық тексеруді алмастыра алмайды. Әсіресе егер сіз 40-50 жастан асқан болсаңыз, немесе отбасыңызда простата аурулары болған болса, дәрігерге тұрақты тексеріліп тұрған өте маңызды. Көп дәрігерлер ПСА талдауын ұсынады. Бұл қан талдауы простатадағы ықтимал өзгерістерді ерте анықтауға көмектеседі. Ерте анықталған мәселе емдеудің ең үлкен мүмкіндігі. Бастапқы сұраққа қайта оралайық. Көп ер адамдарды мазалайтын сұрақ. Күн сайын мастурбация жасау простатаға қалай әсер етеді? Ғылыми зерттеулер көрсеткен қызықты нәрсе бар. Көп жағдайда бұл зиянды әдет емес. Керісінше, қалыпты және теңгерімді сексуалдық белсенділік простата денсаулығына пайдалы болуы мүмкін. Әрине, бұл ғажайып ем емес. Бұл дұрыс өмір салтын, қозғалысты дәрігерге қаралуды алмастырмайды. Бірақ бір нәрсе анық. Денсаулыққа саналы көзқараспен өз ағзаңды түсіну ұзақ өмір сүрудің маңызды бөлігі. Ал сексуалдық денсаулық сол жүйенің бір бөлігі ғана. Бірақ толық картинаны көру үшін тек артықшылықтарды білу жеткіліксіз. Әр пайдалы нәрсенің дұрыс қолданылмаса, кері әсері болуы мүмкін. Сондықтан, келесі видеода біз міндетті түрде білу керек 10 мүмкін қауіп туралы сөйлесеміз. Кейбір адамдар дәл осы қателіктердің кесірінен денсаулығына зиян келтіріп алады. Егер оларды білсеңіз, көптеген қиындықтардың алдын алуға болады. Сондықтан, келесі видеоны өткізіп алмаңыз. Ал егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басыңыз, арнаға жазылыңыз және пікірге өз ойыңызды жазыңыз. Сіз қай елден немесе қай қаладан көріп отырсыз, жазсаңыз, маған өте қызық болады. Келесі видеода кездескенше.